таң атпай автобуспенен Үрімчіге жетіп алдық. Мынау аэропорттық енді қалай жеткенімізді, Алматыға дейін қалай келгенімізді бәрін бұның алдындағы видеолардан көре аласыздар достар. Енді Үрімчіге келген себебіміз арғата Гуанчжоуға кешке самолетке билет алып қойған болатынбыз. Соған дейін осы жерде уақыт өткіземіз енді. Қазір жүрек жалғап алайық деп кофе алдық. Бұл жерден тамақтарын бәрін бірдей іше беруге, жей беруге енді өзіңіз білесіздер, бола бермейді. Сондықтан әзірше осымен өзіміз тәттілерімізбен жүрек жалғап жатырмыз. Мен сұрап алдым. Айтпақшы, Гүлекең барып мына. Не алдып сұрадым? Ручка бер десем түсінбейді ғой енді. Иә. Дедім. Айтқанымыздың бәрін түсініп жатыр. Ризамыз да адамдарына. Бұнда ренжімейді. Қайта түсінетін адам бар мына жерде деп соны шақырып келеді әйтеуір. Солай болып жатыр. Өздері переводчик қосады да? Өздері қосып, түсінбей жатса переводчигін қоса қояды. Телефоннан да. Енді арғата барлығын біз сіздерге көрсететін боламыз достар. Бізбен бірге болыңыздар. Біз аэропортта адам азғантай деп жатырмыз ғой. Негізі олай емес сияқты, адам дейтін көп. Мына үлкен болғасын білінбей тұр да адамның көптігі. Ал біздікіндей жаңа Алматыдағыдай немесе Атыраудағыдай аэропорт болатын болса, адамның бәрі бір жерге сығылысып, топырлап, үймелеп қалар еді деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар, қараңыздар. Аэропортта жүріп, не сөйлесе алмаймыз, не тілдерін білмейміз, не түсінбейміз. Сосын жаңа зарядкілейтін жер іздеп жүрмін, телефон зарядкілейтін, ноутбук зарядкілейтін. Барымша түсіндіріп жатырмын, бүйтпейді, мынаны тығатын, анаған бүйтетін деп. Сонда бір қыз айтады, аэропортта жұмыс істейді. Қазақсыздар ма, қазақша ма сіздерге дейді. Мә деп көзім жарқ етіп, мәз болдым сосын. Зарядкілейтін деп. Ана жерде бар, ана жерге барғанда мынау былай тығатыны бар, одан кейін мына басын алып тастап былай тығатыны бар деп бәрін көрсетіп берді. Ой алла, риза болып қалдым я. Ана жерде бір екі адам қазақша сөйлесіп батып деп қараппын ғой. Ана жерде ма, аэропортта ма? Пока мына жерде Үрімшіде енді қазақшылық, қазақша сөйлеу, ұйғырлар бір-бірімізбен қазақша түсінісу деген бар да әйтеуір. Құдайға шүкір. Арғата Гуанчжоуға барғасын білмеймін енді. Енді одан кейін біраз отырып, телефонымызды зарядкілеп, нелерімізді жасап алдық, жұмыстарымызды. Неге рейске тіркелетін уақытта болып қалды деймін. Жақындап қалған сияқты. Бұйыртса енді барып тіркеуден өте берейік. Бірдеме қылып әйтеуір регистрацияны өтейік деп түсіндіріп жүрміз. Осы жаққа қарай жұмсады. Осы жаққа бара беріңіздер деп. Мынау ұйғыр қарындасымыз жоқ екен. Бізге көрсететін не Гүлеке? Багажымызды қазір беріп жібереміз ғой да. Мына чемоданды ма? Беріп жібер ал. Тегін болсын тек Гүлеке. Негізі мына іші жазылған 20 килограмм. Ал сұра ал. Өзің түсіндір. Айтам ғой, мынаны алып кеп деп. Достар, мана қызық жағдай болды. Багаж тапсырған кезде багажымызды алып қалды да, билетті қолымызға өтті, мындай бірдеме жабыстырып та, кете бер дейді да. Что-то мен түсінбей қалдым сосын. Кетіп қалдым да қайтадан бардым. Мен багажымды алып қалдым ғой, болды ма, кете берейік па, точно ма дедім да. Кете бер дейді. Олар тез ғой енді. Сосын переводчикті алдым да сұрадым. Мен регистрациядан өттім ба, багажым қалды, ана жақтан аламын ба дедім. Сосын оқытты, қайта маған жазды. Сіз тіке барыңыз, сосын оңға бұрылыңыз, сол жерде чемоданыңыз тұрады, сол чемоданды ашып қарайды деді, жазып берді. Дедім де, сосын мәссаған деп, әйда мана оң жаққа барған жерді іздедік, таба алмадық. Таба алмағасын тағы да бір секюритилер жүрді, екі ортада. Жол көрсетіп жүретіндер бар. Соларға барып мынаны көрсетем билет. Болды ма, кете берейін ба деп. Кете бер дейді. Жоқ, мен точно кете берейін ба деп қайтадан барып екі рет бардым. Мен багажым чемодан манда қалды, маған что-то оңға бар, солға бар деп айтты дедім. Переводчикпен. Сосын барып, деді, екінші рет барғанда барып түсінді де, мана оңға бар, солға бар деген жерге барып кіргізіп еді. Барсақ чемоданымыз алдымызда тұр. Мынаны аш дейді да ішіндегі нелер, секюритилер. Ашып көрсеттік, ішінде бір затты алып тастаңдар деді. Не ол? Пауэрбанк ба? Заряд дейді. Соны сөмкелеріңе салып алыңдар деді. Адан алып тастаңдар деді. Сондықтан олар сізді түсінді деп ойлауы мүмкін, әдейі істемейді ғой. Сіз түсіндім деп кетіп қалмай, егер бір қытай сомнение болса, күдік болса, онда сұраңыздар дұрыстап, асықпай. Неге десеңіз бұл шетел басқа жақ. Барғасын алмай түсіндіре алмай қаласыздар. Сондай жағдай болды достар, сақ болыңыздар өте. Одан кейінгі мәселе өте қатты тексереді екен. Бірнеше тексеруден өттік. Сол тексерудің бәрінен енді өтіп жатыр ғой, бірақ та
қатты тексереді екен, бәрін кәдімгі үстін бәрін іш киім шешпейді, сипалап ұстап қарап бәрін тексереді екен. Вот солай. Енді өтіп, біз рейске шығатын жерден терминалға қарай келе жатырмық. Терминал үлкен аэропорт бұл деген, иә. Сұрамасаң адасып та кетуіңіз мүмкін. Біз мана ерте келіп кішкене үйреніп алдық, былай бәрін қарап. Солай достар. Отырдық, самолетке бұйыртса, үлкен самолет екен бұл. Қытайдағы деп айтып жатыр. Соның ішінде қаншама орыннан екеумізге осындай орын тап болып тұр. Екі адам, екі кішілік терезенің қасынан қаншама орындар. Мына жақта үш адамдықтар. 4 адамдық орындар бар мінекей ортада. Содан бізге осындай екі адамдық жағы тиіп тұр ғой енді. Аллаға шүкір. Терезе мына жақта. Қанаттың үстінде екенсің деп мінекей. Бұйырса 5,5 сағат. 5,5 сағат жүргенбіз. Жерде қазақ бауырымызбен танысып алдық тағы да. Жол болсын мінекей. Біздерге тамақ келе жатыр. Ішінде қазір тауықтың тамағы болса аламыз. Біз түсіндіре алмаймыз, қасымызда жігіт, қазақ жігіт түсіндіреді болады. Чикен дейді. Қайсы аламын чикен? Тауық деді, болады жүргенде. Тұншық тауық қойды? Иә, енді шатаспайды ғой? Мынаны жемей ақ қой. Ол не? Ішінде қалбаса берсе екен. Так көреміз. Оны жемей ақ қой. Ашып қарап. Осындай тамақтар алдық. Енді бұл жерде тамақ сақ болып жемесе болмайды. Мысалға, мынаны жемей ақ қоямыз. Мен шығарып тастадым. Мынаны жемей ақ қоямыз. Бірақ мына ішінен тауық деп сұрап алдық. Мынау айран екен. Тағы бір демей өтіп шошып кетті. Ысым екен. Қатты ысыс екен. Күріш жағында. Тауық қыдет өтшін. Картошка мен тауық. Ішінде ештеңе жоқ па андай колбаса. Тұтып бара. Мынау жанып тұр. Айраны мол мұздай. Айран ішкі болады. Бұйыртса келдік жолға. Жүрден ашып автобус күтіп тұру дегендер сияқты. Жоқ, ана тақап жатыр. Бірден аэропорттың ішіне кіргізіп жібереді өзім. Солай ма? Сол енді багажды күтіп тұрмыз. Багажымыз тез келіп жатқан адамдар. Кішкентай чемодан шықса. Өке танисың ма чемоданды? Чемодан білмейді. Я соны айтам, бермей алып кетуге де болады екен. Бұл енді үлкен аэропорт. Біліп жүру керек та, қай жерден, қай терминалдан терминалға өткен багаж шығады. Сол жерден жазып тұр. Сол жерден бар. Билетті жазып тұр, қай жерден алу керек екен.